Бүгін біз адамның бойындағы күш қуат неге сарқылады, адамның бойындағы күш қуат, яғни энергияны сақтап қалу үшін қандай амалдар жасау керек, адамның бойындағы энергияны көбейту үшін не істеу керек, вообще женская энергетика деген нәрсе бар ма, бар болса ол ер адамға қалай әсер етеді деген сияқты сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Мен бұл жайында талай кітапты аударып төңкергенмін, көп ізденгенмін. Сол өзім түсінген нәрселерді сіздерге айтып бергім келіп тұр. Бір-екі адамды шығарып тастайын деп едім. Ладно, шығармай қойын. Негізі кез келген нәрсе энергиядан тұрады. Адамда даже энергиядан тұрады. Энергия деген біздің бойымыздағы кәдімгі күш қуат. Егер біздің энергиямыз бойымызда болмаса, онда біз шаршаймыз, настроениеміз болмайды, ұйықтаймыз, ұйқыдан шаршап оянамыз. Қазір көптеген әйелдердің проблемасы сол, вроде бы ұйықтайды, бірақ ұйқыдан шаршап оянады. Ол дегеніміз энергияның жоқтығы. Энергияның жоқтығы көбінесе әйелдерде қатты сезіледі, себебі Алла тағала о баста бізді жаратқан кезде өте нәзік, әлсіз, дәрменсіз қылып жаратқан. Ал ер азаматтарды кәдімгідей мықты, көп энергиямен, физикалық жағынан да, рухани жағынан да энергиясы еркектердің бізге қарағанда көп. Бірақ та әйел адам, Алла тағала шебер ғой өте. Әйел адам энергияны әдемі шопингтан, қыздармен кездесуден, моншаға барып келуден, бала шағасынан, үйде бір қандай да бір булочки пісірсе, содан күшті энергия алады. Ал ер азамат тек қана өзінің Құдай қосқан әйелінен, өзінің сүйетін жарынан энергияны алады екен. Егер де әйелде осы энергия болмаса, ештемеге қызығушылығы болмаса, робот, автомат сияқты таңертең тұрып төсек жинап, шай тамақ жасап, робот сияқты жүретін болса, түк энергиясын басқармай, көңіл күйін басқармай, сезім толқындары, яғни эмоцияларын мен жұмыс істемей, өзімен жұмыс істемесе, онда ондай әйелдің күйеуі одан энергия алмайды. И соответственно ол жақсы қаражат таппайды, жұмыста жетістікке жетпейді, карьерный рост болмайды. Это сондай связь, сондай байланыс ол. Көбісі бұны жоққа шығарғуға қатты талпынады, бірақ мен институт мозга деген бар, мидың жұмыс істеуі, энергия, квантовая физика деген нәрсенің барлығын кішкенеден оқып, осыны түсіндім. Бұл рас. Және де өзімнің опытымда мен соны байқам. Менде де энергиям сарқылып қалатын, вообще ештемеге желанием болмайтын, энергиям прям нөл болатын күндерім болып тұрады. Мысалы, мен жақында ғана 2 күн болды Астанадан келдім. Астанадан кәдімгі нөл деген энергиямен келдім ғой. И менің энергиямның жоқтығы, настроением, эмоциямның барлығы мындай подавленный болды да. И содан менің балаларым ауырды бірінен соң бірін. Қазір қызым ауырып жатыр. Вообще бала 8 жасқа дейін анасының программалауы арқылы жүреді. То есть анасының ішкі состояниесі дұрыс болмаса, онда 8 жасқа дейін бала ауыра беретін болады екен. Энергияны қатты алатын нәрсе ол негативті нәрселер. Біз көбіміз сыртқа ішіміздегі обида болсын, ыза, кек, ашуды сыртқа шығара алмаймыз. Ішімізде өзімізден өзіміз диалог құрып жүреміз, сөйлесіп жүреміз. Әйтеуір сөйтіп айтуым керек еді, бүйтіп айтуым керек еді, ананы қараш үйтіп жатыр, мынау сөйтіп жатыр деп ішімізде бітпейтін диалог болады, әсіресе әйелдерде. Ер азаматтар, как оно есть, айтып тастайды, яма, я, бар ма, бар, жоқ. Но ер азаматтарда болуы мүмкін, который ішінде тоже бесконечный диалог жүріп жататын, негативный ойлар. Әйел адамдар көбінесе солай ренжіп, өзі ойлап, сама придумала, сама обиделась болып, баяғыда ол маған сөйткен еді, сол 5 жыл бұрын біреу оған бүйтіп тойда косы қарағаны үшін, мысалы деп айтып жатырмын да, бір көзін алартып қарағанын ұмытпай, баяғыда ол маған сөйтіп қараған, баяғыда мен оған соны бергем, ал ол маған ештеме бермеген деген сияқты нәрселер миында бүйтіп диск сияқты айналып тұрады да, и соның энергиясын адамның жейді. Ал сол адамның Құдай берген энергиясының барлығы сол негативті нәрселерге кетеді. И ол адам не істейді? Тәтті жейді, тәтті жеуге құмар болады. Вроде тамақ жейді, тамақтан ләззат алмайды. Тамақ жейді, бірақ тамақтан энергия алудың орнына сол тамақты қорытуға энергиясын жұмсайды. Су іше алмайды.
мысалы су ішу керектігін біледі, бірақ су іше алмайды. В общем, сондай минус жақтары көп. Жаңағыдай бір ғана негативті ойлап жүргеннің өзі қаншама минустарға әкеледі сізді. Ең үлкені ол сіздің энергияңызды жояды. Ал энергиясы жойылған адам жетістікке жете алмайды, бастаған ісін соңына дейін апара алмайды, өзінің жұмыстарынан істеген істерін ләззат ала алмайды, шартсыз махаббатын көрсете алмайды, ер азаматына, бала шағасына, үйіне береке әкеледі. В общем, өте көп минустары. Сол үшін энергияны, бойымыздағы энергиямызды, қуат көздерін негативке бұрмас үшін ойдағы диалогтарды осознанно түрде, саналы түрде тоқтатамыз. Жасан жоқ қабыр, пожалуйста. Не тыңдап отырсың мені? Тоқтатамыз саналы түрде. То есть сіз жаңағыдай баяғыда ол баласы үйленгенде маған жаңағыдай не бермеген, дұрыс орынға отырғызбаған, баяғыда ол мен оған больницаға тамақ апарғанда ол маған бүйтіп айтқан деген сияқты ішіңізде сондай негативті ойлар болатын болса, өкініш болса, бәрін өшіріп тастаңыз. Содан кейін Құранда Әл-Хадид деп аталатын сүре бар. 29 аяттан тұрады. Соны 70 рет оқыған адамға Алла тағала өзі күш қуат береді. Күш қуат осы Құран сүресін көп оқыған адамның күш қуаты көп болып, ол күш қуаты жұмыста нәтижелі істерді жасауға бағыттай алатын болады. Сондықтан да запоминайте Әл-Хадид сүресі. Одан кейін Алла тағаланың көркем есімдерімен зікір етіп жүру керек. Я Рахман, Я Рахим, яғни аса қамқор, ерекше, мейірімді деп айтып жүргеннің өзі адамға көптеген күш қуат сыйлайды. Одан кейін салауат айту, міндетті түрде салауат айту керек. Адамның күш қуатын көбейтетін, энергиясын көбейтетін ең үлкен факторлардың бірі ол сенім. Біреуге сену емес, күйеуге сену, күту, анаған сену, бастыққа сену, мемлекетке сену, үкіметке сену, солардан күтіп отыру емес. Ең бірінші сенім ол Алла тағалаға сенім. Мысалы айтады ғой, бір жерде үлкен жетістікке жету үшін обязательно связь керек деп. Я, связь керек, бірақ связь Алла тағаламен болу керек. Алла тағаламен связь қалай орнайды? Біз зікір айтқанда, Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтқан кезде, көркем есімдермен не айтқан кезде, дұға жасап жүрген кезде, міндетті түрде біздің энергиямыз артады, және ол энергия бізге тікелей Алла тағаладан келеді. Әл-Хадид ұзақ сүре. Мен Құран KZ деген приложение менде главный бетте тұрады. Сол главный бетте Құран приложение Құран KZ скачать етіп алып, поисковикке Хадид деп жазсаңыздар, сол транскрипциясымен, арабша жазуымен, латынша жазуымен, біздің кириллица жазуымен бәрі шығады. Өте түсінікті. Соны оқып жүрсеңіздер болады. Одан кейін энергияны толтырудың енді бірнеше жолдарын айтамын. Негізі өте көп. Осы эфирге сыйғанша айтам. Құлақтарыңыз менде болсын. Вообще күшті ақпараттар айтайын деп жатырмын сіздерге. Қыздар, таңертең оянған кезде бірден телефонға, бірден жаңағыдай тамақ істеуге деген сияқты бірден нетіп кетпеңіздер. Бірінші оянған кезде размышление керек. Бүйтіп айтады. Ең үлкен құлшылық ол ойлану. Алла тағала бізге сананы ойлану үшін берді. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде свежий баспен бізге ойлану керек. Нені ойлану керек? Көрген түсімізді еске түсіруге талпынсақ, миымызды қозғалтсақ, онда біз ойланған боламыз. Яғни біздің ойланғанымыз Құдайға құлшылық еткенмен тең. Алла тағала бізді осы дүниеге жаратқан кезде адамдардан оларға бірінші сұрақ қойған. Сендердің жаратушыларың мен емеспін ба деп сұрақ қойған. То есть сендер маған сеніңдер және ойланыңдар деген жаңағыдай кеңес тұр да бұның артында. Ал басқа жәндіктерді, жануарларды, басқа да тірі нәрселерді жаратқан кезде Алла тағала олардан ештеңе сұраған жоқ. Оларға приказ берді. Өмір сүріңдер, көбейіңдер, ішіңдер, жеңдер, ұйықтаңдар деп приказ берді. Ал Алла тағала адамды жаратқан кезде оған ақыл, ой, сана, сезім берді. То есть саналарыңды іске қосыңдар да ойланып жүріңдер. Сендердің жануарлардан, басқа тіршілік иелерінен айырмашылықтарың сол деді. Сондықтан да біздің
ең үлкен, ең бірінші міндетіміз санамызды, сана сезімімізді іске қосып ойлану. Ең бірінші күніміз басталғанда ойлану керек. Көрген түсімізді есімізге түсіріп, егер де сізге жайсыз түс болса, жартысы болады ғой түстер, аяғы жоқ, басы бар, аяғы жоқ, шым-шытырық түстер, неше түрлі түстер болады. Сол түсіңізді өзіңіз ойша happy end қылып жалғастырыңыз, аяқтаңыз. Сізге жаңағыдай сізге пайдалы етіп нетіңіз, жалғастырып кәдімгідей аяқтаңыз. Сосын айтыңыз өзіңізге қабылдаймын деп. Сол түс, осы көрген түсімді жақсы жақтарын қабылдаймын және ол менің өміріме оң әсер беретініне сенемін деп прям осылай айтыңыз. Сонда сіз бір оқпен екі қоян атасыз ғой. Сіз ойлайсыз, ойлау арқылы Аллаға құлшылық етесіз. Одан кейін миыңызды іске қосасыз және де көрген түстің жақсылығын өзіңізге қабылдайсыз. Бұл ментальды жаттығу. Ментальды жаттығу дегеніміз ми деңгейінде, ой деңгейінде ойлану және сондай әрекет жасау. Ұйқыдан тұра сала жалма-жан жүгіріп барып, жуынып, сүрініп, қабынып, бірден садикке, үйден жуынбай, нетпей садикке барып, ондай болсаңыз, сіздің энергияңыз болмайды. Өзімнен білемін мен өткені. Мен ұйқыдан тұра сала, бірден балаларды киіндіріп, садикке шығып кететін күндерім болады. Ол күні менде прям энергия на нуле ғой. Одан кейін сөйттіңіз, ойландыңыз, жаңағыдай түсіңізді өзіңіз аяқтадыңыз, саналы түрде аяқтадыңыз. Негізі адамда сана бар, бейсана бар. Біздің көп бөлігі миымыздың ол бейсана. Бейсанада ақпарат өте көп. Бейсана біздің өмірімізді басқарады. Ал сана өте аз. Мынандай деу бүйтіп нені алатын болсақ, мысалы үлкен бір круг салатын болсақ, ол біздің ми, бәрі подсознание. И мынандай ортасында жарты дөңгелек, ол біздің санамыз. То есть санамыз біздің өте көлемі аз. Қателеспесем, мидың салмағы 1 килограмм 300 грамм. Соның 20 граммы қателеспесем сана. Қалған 1 килограммы 1 килограмм 270 граммы, приблизительно айтып жатырмын, точно цифрасы бар, бейсана. И представляете, бейсана, то есть подсознание қандай үлкен рөлді атқарып жатыр біздің өмірімізде. Бұл нәрсені біз көбіміз игнорировать етеміз, зря. Подсознаниемен жұмыс жасау керек. Подсознаниемен жұмысқа жаңағы түсімізді өзіміз жорып, қазақтар айтады ғой, түс жору деп, түсті жақсылыққа жор деп айтады. Бұл да сол энергияны көбейтудің бірінші тәсілі өзіңнің түсіңді өзің жақсы жаққа жору, ойлану, еске түсіру екен. Екіншісі, ұйқыдан таңертең оянғаннан кейін аяқтың ұшына тұрып 30 секунд секіру. Бұл сіздің қозғалыс ол энергия. Сіздің күніңіз қозғалыстан басталса, демек сіз күні бойы қозғалыста жүресіз, яғни энергияңыз көп болады деген сөз. Энергиясы көп адам көп жетістікке жетеді, тіпті бір күннің ішінде. Өзіңіз ертеңнен бастап осының бәрін істеп көріңізші. Сіз байқайсыз энергияңыздың қалай көбейгенін. Жеңілдік бойыңызда болады. 30 секунд бір орында тұрып секірсеңіз, сіздің ағзаңыздағы серпіліс күші пайда болады. Сол кезде бойыңызға қан жүгіреді, миыңызға қан келеді. Оның барлығы сіздің тәніңіз жұмыс істейді деген сөз. Егер де күн сайын осы қайталанатын болса, сізде дисциплина тела деген болады. Яғни тәніңіздің тәртібі болады. Тәніміз тәртіпке бағынған кезде біздің ақыл ойымыз, миымыз тәртіпке бағынады. То есть от дисциплины тела появляется дисциплина ума. Дисциплина ума болған жерде біз мақсаттарымызға қол жеткіземіз. Мақсаттарымыз айқын болады. Сіздер четкое понимание келеді, сіздерге не қажет емес. Сол кезде сіздерге мақсатқа жету, жетістікке жету, көбірек ақша табу оңай болады. Сондықтан да бұл кеңесті, бұл пунктті игнорировать етпеңіздер. 30 секунд, вроде қарасаң қарапайым, бірақ әдетке айналдырған кезде ол өте күрделі болады. 30 секунд аяқтың ұшына тұрып секіру. Одан кейін қарсылықты душ, контрастный душ деп айтады. Бірінші салқын су, ағзам салқын су біздің бойымыздағы қара негативті энергияны шайып жібереді. Одан кейін резко ыстық суды ашып қаламыз. Ыстық су біздің ішіміздегі энергияны сыртқа шығарады. То есть біздің ішімізде, әр адамның ішінде қуат бар. Алла тағала өте жұмат, Алла тағала біздің ішімізге қуат берген. Сол қуат ыстық су денемізге, тәнімізге тиген сәтте қан тамырлар арқылы сыртқа шығады.
Одан кейін қайтадан салқын су, қайтадан ыстық су. Осылай біздің денемізден қара негативті энергия жуылып тұрады салқын сумен, ыстық су арқылы іштегі қан тамырлармен бойға өзіміздің күш қуатымыз Алла тағала берген бойымызға тарайды. Егер күнде қайталанып тұрса, ол вообще керемет болады. Және де ментальды түрде бұл жерде де әрекет жасауға болады. Суға мынадай сөздер айту керек. Вообще сөздің құдіреті өте күшті. Сіздер сеніп суға су таңертең қарсылықты душ қабылдап жатқан кезде, контрастный душ, суға су ауыртпалықты алып кет, жеңілдікті алып кел, қателікті жуып кет, жетістік сәттілікті алып кел. Сөйтіп суға ниет ету керек. Вообще любой әрекетті ниет етуден бастау керек. Сіз Алла тағаланың разылығы үшін дәрет алуға ниет еттім, Алла тағаланың разылығы үшін ғұсыл алуға, ғұсыл құйынуға ниет еттім деп любой нәрсені дұрыс ниеттен бастасаңыз, онда сіз тек ұтасыз, күш қуатыңыз бойыңызда қалады. Сөйтіп суға жаңағы сөздерді айтып жуынсаңыз күшті болады. Вот поверьте мне, не деп жаңағыдай жазып алыңыздар. Ручка дәптер болса, суға бүйтіп айтасыздар, контрастный душ қабылдайсыздар, сіз кәдімгідей дыбыстап айтыңыз. Су ауыртпалықты алып кет, жеңілдікті алып кел, қателіктерімді өшір, сәттілікті, жетістікті алып кел дейсіз. Болды. Судың энергиясы сіздің айтқан сөздеріңізді қабылдайды. Ол өзіңізге күш қуат болып, энергия болып келеді. Одан кейін таңертең тұрдық, түсіміз бар, түсті жордық, түс көрмесек, просто ойландық, размышляем, күніңіз қалай өту керек, идеальный деніңізді ойланыңыз. Егер түс болмаса, Аллаға тағалаға мадақ айтыңыз, салауат айттыңыз пайғамбарға, сөйтіп күніңізді бастаңыз. Одан кейін серпіліс, аяқтың ұшына тұрып секіру. Одан кейін жаңағы айтқан қарсылықты душ. Одан кейін айнаға қарайсыз, күлімдейсіз. Күлімдеу бұл сүннет, еще күлімдеу бұл сіздің энергияңызды арттыратын бірден бір амал. Яғни күлген кезде кажется все просто, да, но әсері өте мықты. Күлген кезде вообще көзбен күліп үйрену керексіздер. Айнаға қарап 1 минут көзбен күліңіздер. Көзбен күлген кезде обязательно ерін өзінің несін табады. Ерінде күледі, ерін бұл бұлшық ет қой, мына көздің бұлшық еті күліп қимылдаған кезде, онда ерінің бұлшық еттері автоматически қимылдайды. Сіз күлімдейсіз. Күлімдеген адам, күлімдеп жүрген адам всегда в плюсе болады. Күлімдеп сіз басқа адамның бетіне қарасаңыз, сізге сауап дегеннің өзі энергия. Сауап жинап жүрсек, екі дүниеде бірдей бізге несі болады, пайдасы болады. Жаңағыдай күліп жүрсеңіздер, көзбен күлсеңіз, беттің бұлшық еттері жұмсарады. Көп күлмейтін адамдардың беттері бүйтіп қатайып қалады. Депше, злой түр болады. Ондай адамдар бүйтіп көрген кезде адамдарға жылы әсер қалдырмайды. Ондай адамдар харизматичный көрінбейді. Сондықтан да жаттығу, күн сайын таңертең айнаға қарап 1 минут күліңіз. Күлім десеңіз, беттің бұлшық еттері жұмсарады. Мысалы, бір әжелерді қарайсыз ғой, кейбір әжелер бүйтіп жүзі жайнап тұрады, олар беттері бұлшық еттері солай қартайған, олар көп күлген. Олар көп, енді әркім ашуланады ғой. Олар ашуынан көп күлген. Ондай әжелер мейірімді болып көрінеді. Әдемі қартаюдың бір түрі ол осылай күлімдеп қартаю. Мұндай күлкінің әжімдері болады ғой, өзі әдемі болып тұрады. Театр, мысалы, Әмина Өмірзақованың түрін қарасаңыздар, әжімді, бірақ ол күлімдеп қартайған. Қаншама халықтың ықыласын алған, үнемі қошемет алған, сый алған әже ғой, былайша қарасаң, ол өте күлімдеп неткен. Ал балалар, бір баласы наша шегіп, бір баласы ішімдік, бір баласы 5-6 рет үйленіп, сөйтіп қартайған әжелерді қарасаңыз, бейнеттеніп қартайған әжелерді қарасаңыз, олар кішкене еңкейген, еңсесі түскен, беті де андай бұлшық еттері бүйтіп қатайып қалғанда, жерлері әжім түсіп. Сондықтан да біз әлі жаспыз, мені қазір әйелдер көріп отыр, жас келіншектер. Күн сайын таңертең айнаға қарап күлімдейміз. Күлімдеу сүннет екен, ұмытпаймыз. Көзбен күліп үйренеміз деп айттым, ол нешінші совет, 5-ші ма 6-ші совет кетеді. Көзбен күлсеңіз, ерін жымиысты өзі табады. Жымиып жүрген адам, ол күш қуатын
0,01%-ке өзі самостоятельно өсіріп отырады. Күніңізді күлімдеуден бастаңыз. Одан кейін ыстық су ішу, 300 мл су ішу, ол денсаулығыңызға пайдалы. Біздің күш қуатымыздың болмауы ағзадағы шлак токсиндердің толып кетуінен болады. Шлак токсиндерді ағзадан кетірудің бірден бір жолы аш қарынға ыстық су ішу. Ыстық емес енді, ысқылтым су ішу. Әмин. Одан кейін мүмкіндікке қарай, егер бала шағасы бар, жаңағыдай мектеп, садик, кішкентай баласы бесікте осындай әйелдер болады ғой, кундалини деген энергия керек әрбірімізге. Ол энергия, қазір соны көп адамдар айтып жүр, космоэнергетик, нумеролог, квантовый физик, бүкіл мамандар кундалини энергетикасы туралы айтып жүр. Ол әрбірімізге керек. Ол қайдан келеді, ол энергия бізге? Жаяу жүргеннен келеді. Мен өзім вообще жаяу жүрмейтін адаммын ғой, негізі. Бір уақыт таппаймын жаяу жүруге. Такси заказ беремін, есіктің алдына дейін таксимен баратын жеріме барам. Ал біз күніне 10 000 шаг жаяу жүретін болсақ, онда бізде кундалини энергиясы дамиды. Ол біздің бойымыздағы күш қуатымыздың көбеюіне әкеледі. Таңертең ертерек тұратын болсаңыз, жаңағы әрекеттің бәрін істеп болғаннан кейін далаға шығып кетіңіз, коляскаңызды алыңыз да 10 000 шаг жасап келіңіз. Бұл энергия арттырудың ең үлкен тәсілі. Және де неге шыққан кезде, кундалини энергиясын дамытуға шыққан кезде, жаяу жүруге 10 000 шаг жасауға шыққан кезде, телефонды өшіріп, ештеңе тыңдамай, ештеңеге алаң болмай, просто бір запроспен, подсознаниеңізге бір запроспен шығыңыз. Мысалы, қандай сізді ой мазалап жүр, ненің нәрсенің шешімін таппай жүрсіз. Мысалы, жұмыста повышение, мысалы үшін да, ойыма келген, жұмыста повышениеге қалай қол жеткізем? Немесе Инстаграм арқылы көбірек ел сияқты ақша табу үшін істеуім керек деген сияқты запросты үйден шығып бара жатқан кезде қойып алыңыз. Содан кейін ештеңеге алаңдамай, телефонға, WhatsAppқа, Инстаграмға ештеңеге алаңдамай, просто жаяу жүріңіз. И подсознание, неге жаяу шығып тұр даусым қыздар? Подсознание сізге ответтерін береді жаяу жүру кезінде. Оның барлығы жұмыс істеп тұрған сіздің санаңыз және энергияңыз. Представляете, сіз жаяу жүрген кезде подсознаниеңізға сигнал келеді. Подсознаниеңізден сізге ответ сигнал келеді. Онымен қоса сіз денсаулығыңызға үлкен инвестиция жасайсыз күн сайын 10 000 шаг жаяу жүру арқылы. Кундалини энергиясын көбейтесіз. То есть сіздің энергияңыз көбейеді, миыңыз жұмыс істейді. Соның барлығы просто жаяу жүру арқылы келеді сізге. Очень просто, но очень полезно. Сондықтан да таңертең ерте тұрып, вообще желательно 6-да тұрып, Алла тағала таңғы уақытқа ризықтың бәрін тығып қойған деп айтады ғой. Таңғы уақыттың ризығынан құр қалмас үшін 6-да тұрып, осы мен айтқан пункттың бәрін істеп, одан кейін неге прогулкаға шығып кетіңіз. Балаңыз болса, коляскамен. Одан кейін осы энергияны осылай таңғы осындай әрекеттермен көбейтіп аласыз. Енді энергияңыз бостан босқа әртүрлі нәрселерге сарқылып кетпей, тек өзіңіздің пайдаңызға жұмыс істеу үшін не істеу қажет? Ең бірінші, кез келген нәрседен сабақ алу керек. Мысалы, түрлі жайсыз жағдайлар болып жатады, нервіңізді құртып, күйіп, пісіп, осуждать етіп, оны әңгіме қылып айтып қажет емес. Ол кезде сіздің таңертең бойы су ішіп, суға шомылып, Әл-Хадид сүресін оқып, энергияңызды жинап бойыңызға алғанның бәрі шық етіп, сливаться етесіз кәдімгідей. Лучше анализ жасап үйреніңіз. Анализ. Мына жағдай маған қандай сабақ әкелді? Алла тағала дәл осы ситуацияны маған не нәрсені түсінсін деп беріп отыр деп ойлаңыз. Ал если күйіп пісіп, жаңағыдай өкпелеп, өкпеңіз қара қазандай болып, мен ақ үстемде жүрем, маған келгенде сөйтіп қалады, менің ақ жолым болмағыш десеңіз, онда сіздің энергияңыз кетеді, негатив жапсады денеңізге, и қайтадан слив энергия болады. Сондықтан да жүрекке неприятный ситуация болса, жүрекке жақын алмай, ұрыспай, нервістенбей, асықпай ғана ойланыңыз и вывод жасаңыз. Біз бәріміз ересек адамдармыз, бала позициядан өскен адамдармыз.
Сондықтан да жаңағыдай мен айтқан манағы пункттардың бәрін орындап энергияңыз, күшіңіз бойыңызда тасып тұрса, онда бір ситуацияға болады жібере салмаңыз энергияны. Мысы қатты адам болады ғой, сильный духом человек. Сондай адамға айнала бастайсыз бірте-бірте. Егер де сіз кез келген ситуациядан сабақ алуды үйренсеңіз. Одан кейін адамдарға, жақындарыңа әсіресе көзбен күліп үйреніңіз. Адам көзбен көрсе ішінде от жанады. Ол от көзден искра болып көрінеді. Бұл барлығы жаңағыдай ментальды түрде болатын нәрселер ғой. Одан кейін жұмыста әртүрлі жағдайлар болады ғой. Жұмыста адамның көп энергиясының слив болатын жері жұмыс екен. Жұмыста бөтен адамдардың энергиясын бойыңызға сіңіресіз. Үйге келесіз, ол энергияны салқын сумен жуып тастайсыз. Ол қарсылықты душ, опять здесь тоже работает. Жұмыстан келгеннен кейін қарсылықты душ очень сильно помогает. Адамдардың, жұмыстағы бастықтың, болады ғой түрлі энерговампирлар, энергияңызды жеп тастайтын, солардың энергиясын салқын су арқылы шайып тастайсыз. Сосын резко ыстық суды ашасыз да, өзіңіздің ішіңіздегі қуатыңызды өзіңіздің бойыңызға қан тамырлар арқылы жүргізіп, өзіңіздің энергияңызды өзіңіз шығарып, үйдегі жақындарыңызға, бала-шағаңызға өзіңіздің позитивті энергияңызды беруге күшіңізді саласыз. Аны төсіне қоймадым. Американдық мынадай психотерапевт бар, Эми Марлин деген, сол энергия туралы өте көп нәрсе айтады да. Сол айтады, энергияны сақтау үшін ең бірінші өзіңе аяушылық сезім дегенді жойып таста дейді. Өзін үнемі аяй беретін адамдарда вообще энергия болмайды. Мысалы, өзін аяй беретін адамдар мындай болады ғой. Кездесе қалсаң, өзінің бір мүсәпір жертва состояниеде жүрген айтады. Енем сөйтіп жатыр, маған бүйтіп күйім сөйтіп айтты, ақша жоқ, ой қош, сол ма деп сондай бір негатив нәрселерді көп айтады, өзін аяйды. Егер де жоғарғы вибрация, көп энергия дегенді қаласаңыз, онда мүлдем өзіңізге аяушылық сезімді өзгелерге көрсетпеңіз, өзіңізді аямаңыз. Қазақта мынадай сөз бар, аясаң аяма деген. Өзіңізді аямаңыз. Жаңағыдай жалостьқа давить етіп, сондай адамдар көп қой. Қыздар неге қатып жатыр? Бәрінде қатып жатыр ма? Қыздар айтып жіберіңіздерші, қатып жатыр ма? Чтоб мен точно білейін, босқа сөйлемеймін. Нұрлан Жүнісбеков қатып жатқан жоқ дейді. Менің эфирімде ер азаматтарды қарайды екен, өте қуаныштымын. Ер азаматтарға да өте маңызды ақпараттар бұл. Егер де ер азаматтың энергиясы кішкене артса, ол ер азамат тауды қопарып жібереді ғой. Әйелдер әлсіз ғой все равно еркектерге қарағанда. Дұрыс қатып жатқан жоқ екен, онда жалғастыра берейін, эфирді сақтап қояйын. Өзіңізге аяушылық, жалостьқа давить етпеңіз. Өзіңіздің айналаңызда успешный адамдар болса, бір компанияның басшылары, блогерлер, мысалы, мықты жетістікке жетіп жүрген бір болады ғой, бір ай сайын квартира алып жатқан осы инстаграмдан неше түрлі блогерлер. Солармен таныс болсаңыз, мысалы, жетістікке жеткен адам болса жан-жағыңызға, өзіңіз қарап бақылап көріңізші, олар ешқашан өздеріне жалостьқа давить етпейді. Жертва состояние оларда мүлдем жоқ. Біз бессознательный жертва состояниеға еніп кете береміз. Бұл біздің ДНК деңгейінде жазылған программа сияқты. Өйткені мен көп байқаймын, біз қазақ әйелдер әсіресе көбінесе жалуемся на жизнь, на детей, на родителей, на үкімет и так далее. Вообще нельзя жаловаться. Слив энергии жалостьпен келеді. Өзіңізді мүсәпір көрсетпей, өзіңізге жауапкершілікті алыңыз. Сол кезде энергияңыз өзіңіздің бойыңызда сақталады. Одан кейін өзге адамдарды басқаруға тырыспаңыз. Властный болсаңыз да қанша жердінде өзге адамдарды басқаруға тырыспаңыз. Егер де сіз өзге адамдарға энерговампир сияқты өзге адамдарға жаңағыдай қан ішетін болсаңыздар, грубо говоря, да, нервісіне тиіп, мен жиып беретін болсаңыздар, ол адамның энергиясын сіздер сорасыздар. Бірақ ол адамның энергиясы сізге в пользу болмайды. Ол негативті қара энергия болып сізге жабысады. Ешкімде шаруаңыз болмасын, тек өзіңіздің дамуыңызбен, өзіңіздің жаңағыдай өміріңізбен, өзіңіздің миыңызды басқарумен, өзіңіздің эмоция, яғни көңіл толқындарыңызды басқарумен айналысыңыз. Өзге адамдарды басқаруға тырыспаңыз.
жетістікке жеткен адамдарды қараңызшы, қанша мың жерден бастық болса да, мен білем, мен талай бастықтың алдынан өттім. Олар не сияқты араласады андай приказ бермей, приказном тоне, ондай да бастықтар бар. Бір кәдімгідей рухани дамитын бір бастықтар болады, сондай кәдімгідей коллегалармен как друг сияқты, дос сияқты араласады да. Өйткені олар біледі, энергияны изучать еткен. Сондықтан да өзге адамдарды, даже балаларыңызды басқаруға тырыспаңыздар. Жақында бір сабақта болдым, сол кезде айтты, жаңағыдай бала ол адам, ол сана сезімі, ақыл ойы бар. Біз балаларды басқарамыз, приказ береміз, оларға жаңағыдай нетуге, ойлануға мұрсат бермейміз. Мысалы, жаңа айттым ғой мен сөзімнің басында, Алла тағала адамдарға сана берген ойлану үшін, ал жануарларға ойлануға Алла тағала мүмкіндік бермеген. Оларға просто көбейіңдер, жаңағыдай ішіңдер, жеңдер, ұйықтаңдар, көбейіңдер деген приказ берген. Біз баламызды саналы ұрпақ қылып тәрбиелеуді бәріміз армандаймыз. Ал бала қай кезде саналы ұрпақ болады? Егер де біз оны сұрақ қою арқылы тәрбиелесек, олар ойланады. Ал ойлану ол құлшылық, Аллаға құлшылық. Біз кішкентай кезімізден балаларымызды Аллаға құлшылық етуге тәрбиелейміз. Мысалы, көбіміз баламызды басқарғымыз келеді. Мына жерде жина, не істеп отырсың? Айттым ғой саған мына істе деп басқарамыз. Мен өзім де сондаймын. Кейде есіме түскен кезде сұрақ қою арқылы тәрбиелеуге мен де тырысамын. Мен бүгін де жұрттың балаларының бәрі далада жүр, неге үйге тығыла бересіңдер деп мен ұрсам да бүгін. Соны ойлап қоямын. Неге мен өйтіп жатырмын? Олар животное емес қой, Алла тағала оларды бала қылып, адам қылып жаратты ғой, оларда ақыл ой, сана сезім бар ғой. Неге мен оларға сұрақ қою арқылы тәрбиелеймін дедім да. Жаймен қастарына сендер осы неге далаға шықпайсыңдар? Неге сендер далаға шыққыларың келмейді? Шыққымыз келмейді деп өзінің сезімдерін айтты да. Мен түсіндім. Ладно, уже саналы ұрпақ өсіп келе жатыр, өзінің сезімдерін білдіре алатын. Все, я успокоилась, дальше пошла, занялась своими делами. Әйтпесе мен барыңдар, кетіңдер, шығыңдар, үйдің ауасын таратпай жаз ғой, ойнамайсыңдар ма деп оларға ұрсар едім. Одан кейін энергияны бойда сақтап қалу. Біріншісі, өзіңді аямайсың, екінші, ешкімді басқармайсың, даже балалар, ешкім сенің меншігің емес, даже күйеуің, ешкімді меншіктемеуің керек. Ешкімді басқармайсың, ешкімді меншіктемейсің. Өйткені қара энергияны жабыстырасың өзіңе. Одан кейін өзгерістен қорықпау дегеніміз тәуекел ету. Аллаға тәуекел ету. Жаңа мен айттым ғой, үлкен жетістікке жету үшін міндетті түрде связьдарың болу керек жоғарғы жақта. Ал жоғарғы жақтағы связь кім? Ол Алла тағала. Тәуекел ету, Аллаға тәуекел ету. Тәубеге келіп тәуекел ету, истиғфар айту, кешірім сұрау. Сол кезде сіздің энергияңыз сақталады. Өзгеріс, смена обстановки, жаңағыдай жұмыс өзгерту, жаңа іс, жаңа кітап, жаңа киім, барлығы, жаңа нәрсенің барлығы біздің энергиямызды көбейтуге әсерін береді. Сондықтан өзгерістен қорықпаңыздар. Мен де баяғыда налоговыйда жұмыс істедім да, сол кезде бір коллегаларым болған. 30 жыл бойы бір должностьта, бір офиста отырып 30 жыл бойы. Ойлаңыздаршы, 30 жыл бойы. Ол дегеніміз неден қорқу? Өзгерістен қорқу. Қазір мен қарап отырсам, сол кісілердің пенсияға шықты. Пенсияға немен шықты? Куча, букет болезней. Пенсиясының барлығы неге кетеді? Не дейді жаңағы? Дәрі-дәрмек, қымбат анализ, сондайларға, УЗИ, сондайларға кетіп жатыр да. Бейнеттің зейнетін көру деген ол емес. Зейнет ақшаның, пенсияның барлығын неге тарату емес, анализдерге, УЗИларға. Зейнетті көру деген ол пенсияның бәрін балаларыңның тойына, біреуінің пішпе тойына, біреуінің сүндет тойына, біреуінің құлағына сырға таққан тойына, біреуінің үйлену, немерелі болу, көрімдік, сондайға жұмсау деп мен өзім түсінемін. Құдай қаласа бәрімізге пенсияға шығып, пенсиямызды сондай нәрселерге жаратып отыруды жазсын. Одан кейін жалып айтпау. Пробка болды ма? Пробкада 3 сағат тұрдыңыз ба? Мүлдем жалып айтпау. Өйткені жалып айту сіздің энергияңызды бірден нөл қылып жібереді. Жалып айтпай өмір сүруді үйреніңіздер. Жалобының орнына шүкіршілік айтыңыздар. Радость живет в благодарном сердце. Шүкіршілігі бар жүректе қуаныш болады. Қазір адамдардың көбі қуанышты сезіне алмайды. Неге? Өткені шүкіршілігін ұмытқан, көп күпірлік етеді. Күпірлік дегеніміз не? Көп жалып айту. Сондықтан да күпірлік етпей шүкірлік етуді үйреніңіздер.
күн сайын шүкірлік жазыңыздар. Аяғым бар, шүкір, ата-анам бар, шүкір, балаларымның дені сау, шүкір, Аллаға шүкір. Аллаға шүкірлік айтқан сайын біз жоғарғы вибрацияға өте береміз. 30 күн бойы үзбей дневник благодарности жазған адам 1 жыл бойы психотерапевтте емделгенмен тең. Это доказано. Представляете? Одан кейін бәріне ұнауға тырыспау. Көптеген келіндер бәріне ұнауға, бәрінің көңілін табуға тырысады. Әрине қызмет етеміз, келін болып келгеннен кейін қызмет етеміз қайын жұртқа, қайындарымыз, өз жұртымызға. Бірақ ананың асты үстіне түсем, мынаның асты үстіне түсем деп, прям жерге бүйтіп төселіп қалудың, төсеніш болудың керегі жоқ. Личные границы деген нәрсе болады. Самооценка деген нәрсе бар. Самодостаточность. Негізі самооценка дегеннен көрі, самооценка деген өзіңді өзің сынау, бағалау, баға беру. Ал өзіңді өзің баға берсең, энергияң жоғалады. Лучше өзіңді өзің бағала. То есть не оценивай себя, а просто цени. Сол кезде сенің самооценкаң нормально дәрежеде болады. Связьға не болды бүгін, мен күшті нәрсе айтуға келген кезде. Балы шағамды бір бөлмеге тық қойып, эфирге шыға қойып едім, үзік-үзік болып жатыр дейді. Қыздар, басқа қыздар, Айсұлу кім бар мына жерде? Айтып жүріңдерші, қалай шығып жатыр, үзік-үзік па? Элеонора да үзік-үзік болып жатыр екен. Қыздар, Асия, Мадина, Бақытгүл. Жоқ дейді. Значит, нормально. В общем, бәріне ұнауға тырыспаңыз, жұмыста да. Бұл жерде самодостаточность, самооценка. То есть себя не оцениваем, а просто ценим. Соны үйреніңіздер. Оның барлығы бірдеңе техника жасасам, сондай болып кетем деген жоқ. Оның барлығы ойлау, анализ жасау арқылы. Сүрінбей, қабынбай, дұрыстап ойлап анализ жасап үйренсеңіздер, бәрі күшті болады. Рахмет, қыздар, бәрі естіліп жатыр дейді. Одан кейін өткенді өкінішпен қарамау. Вообще өткен туралы өкінбеңіз. Баяғыда мен үйленгенде маған свадебный көйлек алып берген. Мен үйленгенде, мен тұрмысқа шыққанда карантин болып қалып маған той жасамаған. Оның бәрі сіздің энергияңызды нөлге жібереді. Жоғарғы вибрацияға жетуіңіз қиын болады, егер сіз өткенге өкіне берсеңіз. Вообще өкінбеңіз. Өткеніңізде қандай жағдайлар, қандай тарақандар, қандай қиын жағдайлар болса да өкінбеңіз. Наоборот, жаңа айттым ғой, сабақ алыңыз. Алла тағала сол сынақты беру арқылы маған не түсіндіргісі келді деп ойланып көріңіз. Сөйтіңізден прогулкаға шығып кетіңіз 10 000 шаг. Ответ мына миыңыздан міндетті түрде келеді. Менің ойымша Алла тағала өзі мына подсознаниеда отырған сияқты, өйткені біздің подсознаниеміз бізге ответтің барлығын бере алады. Просто біз жаңағыдай ненің үстінде үнемі хаоста жүреміз, ренжіп жүреміз, өткенге өкініп жүреміз, жалып айтып жүреміз, анау жоқ, мынау жоқ, бермеді, айтпады, үкілмеді, махаббат бермеді деп жүреміз да, и соның барлығын блоктайтын өзіміз, біз өзіміздің әрекеттеріміз. Сондықтан да Алла тағала бізге ой сана, ойлану үшін берді, ойлану үлкен құлшылық, ойланыңыздар. 10 000 шаг жасап жүріп, подсознанияңызға запрос тастап үйреніңіздер. Это очень легко, просто постоянство керек. Өткенді өкінішпен еске алмаймыз. Өткенді принимаю с благодарностью, принимаю с любовью, отпускаю с благодарностью деген формуланы жаттап алыңыздар. Өткенді жаңағыдай шүкір етіп алғыспен шығарып салам, жаңаны махаббатпен қабылдаймын. Мейірім махаббатпен қабылдаймын деп. Одан кейін ешкімге завидовать етпеу, қызғанбау, көре алмаушылық. Менің бір ойым, бұл тоже көре алмаушылық, іштарлық деген біздің ДНК деңгейінде сіңген сияқты қасиет. Қазір енді біз ақпарат заманында өмір сүріп жатырмыз, энергия заманында, мирім правит энергия деп ұран тастаған заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Сондықтан да бұл қасиеттен арылу керек. ДНК-ны не тазалайды? Истихфар тазалайды. Күніне 700 рет астағфируллах деп айту керек. ДНК деңгейінде біз тазалау жүргіземіз. 7 атаға дейін тазаланамыз, 7 ұрпағымызға дейін мықты программа орната аламыз. Просто истихфар айтқанның өзінен. Представляете? Истихфардың түрлері көп. Тамақ жеуге уақыт таппасаңыздар да истихфар айтуға уақыт табыңыздар. Я вам советую прям от души. Өйткені оның жақсы жақтары өте көп. Аллаға
мойын ұсыну истихфар деген, Аллаға тәубе ету, Аллаға тәуекел, Аллаға шексіз сенім истихфар айтумен келеді. Ол біздің ДНК-мызды тазалайды. Истихфардың алдында міндетті түрде ниет етіңіз. Алла тағала бір өзіңнің разылығыңды алу үшін истихфар айтуға ниет еттім. Истихфардан болған сауапты менің ата жұртыма, ана жұртыма, біз тек ата жұртымыз өзіміздің әке жағымыздан, жеті атамызды айтамыз, ал әйелдерде көбінесе программа мамасының мамасы, осылай по женской линии кетіп жатады. Неге? Мысалы, андай ұрты бүйтіп туатын адамдар болады ғой, не деп айтады, не? Зайчья губа, волчий пасық дей ма, сондай тек қуалайтын осындай ауру болады тәнде, ол шеше жақтан, егерде шеше жақтан беріледі ол ауру, әкеден келмейді никогда, зайчья губа. Сосын егіз босану, егіздерді кімдер туады? Шешесі линиясына, мысалы менің мамам, менің нағашы әжемнің шешесі егіз туғандар болса, онда мен егіз туам. Олар егіз тумаса, мен егіз тумаймын. То есть дәл солай программалау женская энергиямен, женская линиямен тек қуалайтын сценарий дейді ғой, сол келеді. Сондықтан да истихфар айтқан кезде міндетті түрде ата жұртыма, ана жұртыма сауабын бағыштаймын, Алла тағала тазалауыңды сұраймын деп айтсаңыз, мықты результаттар бола бастайды. Не только өзіңізге, бала шағаңызға, барзақ әлемі деп айтады ғой, о дүниедегі ата бабаңызға да сіз әсер ете аласыз осылай. Бұл енді өте глубокий тақырып, бұған енді бір сабақтар арнау керек па, көп пост жазу керек па, енді бұл енді өте глубокий тақырып және әр адамға қажет тақырып. Сосын жаңа айттым ғой, сол кезде біздің тегімізде на клеточном уровне егер бізде көре алмаушылық қасиет болса, маған қыздар көп жазады, көре алмайтын қасиетім бар, қалай арылсам болады деп. Осознанно түрде ойлану. Егер де біреу машина алып ішіңіз қыңқ етті ма, все, стоп, Айнара, стоп. Қуан. Біреудің несі үшін қуан. Срочно оған хат жаз. Шын жүрегіңнен хат жаз. Қуан, оның үйлі болып жатқанына, мәшинелі болып жатқан қуан деп ше, сөйтіп көре алмаушылық қасиетті солай бірте-бірте жоясыз. Шынайы қуана алған кезде басқа біреудің жетістігі үшін сізде көре алмаушылық деген қасиет жойылады. Одан кейін қосымша құрал ол истихфар. Одан кейін біреуден бірдеңе күту. Мир вам ничего не должен. Сіз бәрін өзіңізге бересіз. Егер де жаңағыдай айтады ғой, біреуден бірдеңе күткен кедейшіліктің 70 есігін ашып қояды деп саған. Мысалы, бір адамдар болады ғой, анау бермеді, үкімет бермеді, үкімет 3 балаларға да пособие берсе болады ғой, біздің елде сондай, ана Түркияда бұндай, менің шешем кезінде маған ананы бермеген, мынаны бермеген, әкем махаббатын бермеген. Осындай нәрсе, біреуден бірдеңе күту вообще болмайды. Ешкімнен, адам баласын ештеңе күтпеңіз. Тек қана заказды Алла тағалаға беріңіз. Сіздің өміріңізде болып жатқан нәрсенің барлығы ол сіздің Алла тағалаға берген заказдарыңыз. Тек қана сіз барсыз, қалған нәрсенің барлығы сізге инструмент, құрал, кию құрал сізге берілген. Сіз кию арқылы өзіңізге жағдай жасай аласыз. Ол үшін сіз күйіңізге бензин беруіңіз керексіз. Айтады ғой, әйел сезімдерін көрсету арқылы, сезім беру арқылы күйеуіне бензин береді. Күйеу сол бензинді алып жағатта ұлы шешімдер қабылдайды. Ұлы шешімдер қабылдаған кезде күйеу көбірек ақша табатын болады. Біздің бәріміз не, жаңа айттым ғой, бетіміздің бұлшық еті деп қалған, жыбырламайды. Даже через силу күлеміз біз, тырысып қалғанбыз бәріміз, энергия застой болып жатыр. Сол күйеуімізге сезімдерді бере алмаймыз. Күйеу сезімді алмағаннан кейін ол жағатын несі жоқ, топливо жоқ, бойында бензин жоқ, и ол жетістікке жете алмай. Сондықтан да бойымыздағы бензинді көбейтеміз. Одан кейін айттым, мир вам ничего не должен, ешкімнен ештеңе күтпеңіз, үкіметтен, президенттен, ештеңе вообще күтпеңіз, ешкімге жалоб айтпаңыз, никто вам ничего не должен, только Алла тағалаға заказ беріңіз. Біреуден бірдеңе күткен кедейшіліктің 70 есігін ашып қояды.
мысалы болады ғой бір ауылдық жерде әжелер, үлкен апалар жаңағыдай киттен маған ананы бермеді, баласын үйлендірді, маған баламды үйлендірдім, маған әкелген 10-ақ мың. Вообще адам баласынан ештеңе күтпеңіз. Сол кезде сіздің поток ашылады, энергияңыз көбейеді. Представляете, как все просто, да? Бәрі өзіміз құтып жүрген негізі. Сосын кішкене бірдеңе істеп тез результатты күту. Мысалы біреуге бірдеңе беріп қойдың, ждешь результат или ждешь благодарность. Қашан адам маған рахмет айтады деп. Бірдеңеге ақшаңды салып қойдың и күтіп отырсың, когда чудо произойдет. Результат күту энергиядан слив қылады. Айттым ғой, унитазды бүйтіп басқан кезде ағып кетеді ғой бәрі. Сол сияқты сіздің бойыңыздағы энергияның бәрін ағызып жібереді. Сол сияқты бір марафонға бірдемеге қатысады да бірдеме күтіп отырады. Оның барлығы пустая трата энергии. Я вас умоляю, не тратьте энергию. В общем, қыздар, энергия деген өте серьезный нәрсе. Әр адамның бойында энергиясы бар. Алла тағала бізге энергияны берген, оның бәрін жойып жүрген өзіміз. Мен осы эфирдің басынан бастап энергияны көбейтудің амалдарын айттым. Барлығы әрекеттен тұрады. Просто диванда жатып алып энергия келмаған десеңіз, ештеңе келмейді. Сіз әрекет етпесеңіз, даже ақша да келмейді, ештеңе де келмейді. Егер де сіз мен айтқан пункттің бәрін орындасаңыз, таңғы уақытыңызды, энергияңызды көбейтуден бастасаңыз, онда сіз энергичный адам боласыз. Энергичный адам нужный адамды, нужный ситуация, нужный уақыт өзіне тартады, магнит сияқты тартады, және ақшаны магнит сияқты тартатын болады. Менің айналамда білем, энергиясы аузы-мұрнынан шығып тұратын адамдар бар. Олар кәдімгідей энергияны тартады. Кәдімгідей адамдар оларға восхищаться етеді. Олар адамдардың жаңағыдай ықыласынан, көпшілік ортада жүреді. Менің айналамда ондай адам көп. Мен оларға қараймын да, просто сабақ аламын, как они все это делают. И оларға ақша өзіне өзі келеді. Үйінде жатса да ақша келеді оларға. Өйткені оларда энергия көп. Жаңағы мен айтқан энергияны ағызып жіберетін, жалып айту, көре алмау, өзіңді аяу, результат күту, біреуден бірдеңе күту, осының бәрін немедленно прекращайте делать. Қазір менің эфирімді көретін, менің жалпы оқитын оқырмандардың басым бөлігі әйелдер. Әйелдерде әйел энергиясы бар. Әйел энергиясы ол шартсыз махаббат, просто так сүю. Махаббатпен әйел наполняется. Наполненный әйел дейді ғой. Жаңа айтқан сезім толқындары, эмоция ол. Көңіл толқындары деген эмоция. Сіз күніне өзіңізді байқаңыз, қандай көңіл толқыны, то есть эмоция сізден шығады. Ашу, ыза, кек, реніш, қызғаныш не шығып жатыр сізден? Бәрін бақылап, қағазға жазып көріңіз. Кешкісін оқыңыз, не шықты сізден. Егер де көбісі негативті энергия болса, демек сіз төменгі вибрациясыз, сіз нөл энергиясыз. Егер де сізде нөл энергия, төменгі вибрация болса, сіз күйеуіңізге түк бере алмайсыз. Вообще абсолютно ничего. И содан күйеуіңіз бессознательно сізден ештеңе ала алмайтынын біледі да, басқа адамға көзін сала бастайды. И сіз өзіңіздің қолыңызбен оны басқа бір энергиясы көп әйелге бере саласыз солай. Негізі измена деген нәрсе әйелге келеді. Егер күйеуіңіз жүргіш болса, басқа әйелдерге көзін салатын болса, ол сынақ күйеуіне келіп жатқан жоқ, ол сынақ әйеліне келіп жатыр. Екі жағдайда әйелге измена деген сынақ келеді. Ең біріншісі, өзінің күйеуінің туыстарын, яғни қайындарын менсінбеген кезде, келін болып түскен әулетін менсінбеген кезде, оларға раздражаться еткен кезде, оларды қабылдамаған кезде, жақсы көрмеген кезде измена деген нәрсе келеді. Екінші себебі, әйел өзін тастап жіберсе, дамымаса, рухани білім алмаса, жаңағыдай өзін күтпесе, өзіне көңіл бөлмесе, тек қана қазан ошақтың арасында жүріп өзін тастап жіберсе, онда ол әйелге міндетті түрде измена түрінде сынақ келеді. Сосын жүреді, күйеуіммен ажырасам, ол оңбаған, мен күні бойы қазан ошақта оның бала шағасына тамақ беріп жатырмын, мен үйтіп жатырмын, мен сөйтіп жатырмын, ал ол сволочь мені көзіме шөп салды деп жаловаться етіп жүреді. Өзі нөл болып жатқан энергиясын одан сайын нөл қылып. Сондықтан да очень важно прокачивать свою энергию. Оның жолдары, жаңа айттым, өте қарапайым, бірақ қиын, күрделі. Просто әдетке айналдыру керек. Ертеңнен бастап ерте тұруды әдетке айналдырып, осы нәрсенің барлығын жасаңыздар. Көңіл толқынын, орысша айтқанда эмоция, басқарып үйреніңіздер. Күн сайын өзіңізден қандай жаңағыдай
сезімдер шығып жатқанын басқарыңыздар. Егер күйеуіңізге сіздің беретін сезімдеріңіз ашу, ыза, кек, реніш болса, онда күйеуім мені Мальдиваға апарады, күйеуім маған Cartier сақина сыйлайды деп дәмеленбей ақ қоюларыңызға болады. Өйткені сіз оған нөл энергия беріп жатсыз, соответственно, ол сізге ештеңе бермейді. Қыздар, мен сіздерге жоғарғы вибрацияда болуларыңызды, мықты энергиялы болуларыңызды тілеймін.